Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, өте жұмсақ панкейк пісіреміз. Ең әуелі бізге керекті заттар: ұн, жылы сүт, қант, ерітілген май, разрыхитель жұмыртқа қажет. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Тағы да араластырып, електен өткізілген ұнымызды жартыға бөліп саламыз. Жақсылап араластырып, қамырымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Түйіршік болмау керек. Енді екінші жарты ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық разрыхитель салып араластырамыз. Оның үстіне ерітілген майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дайын, енді қамырымыз дайын. Қызып тұрған табамызға жай орташа отта майсыз 2 ас қасық саламыз. Бетіне түйіршік пайда болған кезде келесі бетіне аударып аламыз. Міне, келесі бетіне аудардық. Дәл осылай шығады. Өте жұмсақ, өте дәмді панкейкіміз. Міндетті түрде майсыз болу қажет. Өте жұмсақ. Міне, қараңыздар. Өте дәмді. Міне, біздің панкейкіміз дайын. Керекті заттар описанияда жазылып тұр.